Кейде менің осы өмірім тым қызықсыз, бір-бірімен қайталана беретін, то есть обычный сияқты ойлаушы едім осы соңғы күндерге дейін. Бірақ дәл қазіргі уақытта мен дәл осы күндерімді, осы сәттерімді есте сақтап қалғым келеді. Қымбат, әдемі жерлерде путешествовать етіп, ел аралап жүргенімді емес, идеальный порядокпен видео түсіргенім емес, дәл осы қазіргі өмірімді жүктеп көрсетіп жатқанымды кейін мен бірнеше жылдардан кейін қайтып көретін болған кезімде мен қайта қуанушы едім. То есть ұялмай, қорықпай осы видеоны сақтап, то есть басқалар да үшін емес, алдымен өзің үшін, естелік үшін болатындай дүние қалдырғаным үшін. Бұрын мен осы 2020 жылдардан бастап өте активно, тұрақты түрде блог жүргізуді бастаған болатынмын. Осы ютубтан мен өзімнің алдыңғы бірінші ютуб каналым бар. Ол жерде мен өзімнің сүйікті корей тілім және Корея туралы ақпараттар, Корея тілі және де дорамалар мен әртүрлі фильмдер және осы тақырыпқа қатысты барлық темалар бойынша видеолар міндетті түрде күнделікті күн ара жүктеп тұратын едім. Оған дейін мен қаншама дайындалып, неше түрлі аппараттар алып, звугым әдемі болсын деп микрофон алып, проводной такой, корей тілін үйретемін деп, доска әртүрлі, фон, артқы фон розовый, әдемі болып тұрсын деп, басқа фон көрінбесін, тек розовый фон көрінсін деген сияқты керемет дайындалушы едім. Бірақ бүйтіп ойлап қарасам, мен сол видеоларды көремін, сонда да қанша дайындалғанымен ол жерде недочетов, то есть очень много было. Бірақ сонда да мен сол видеоларымды көріп негізі өзіме мақтан тұтамын. Ол блогты 2-3 жыл жүргізіп, мен тұрақты жұмысқа найымға тұрған болатын. Жұмысқа тұрғаннан кейін видео жүктеуім азая бастады және комплекстер пайда бола бастады. Мен қазір видео жүктесем басқа біреулер не ойлап қалады, не дейді, күледі деген сияқты моменттер өте көп бола бастады. Білмеймін ол неліктен, қалай, қайдан пайда болғанын. Хотя мен до этого өзім активно жүргізіп жүрдім ғой деймін да блогты. Үйде карантин уақытында жарты күндік жұмыс істеп жүріп те осы видеомда активно салып жүрген болатынмын. Білмеймін, ол кезде жастықтың буымен ба, немесе бір мотивация, үлкен бір мотивация болды ма, қызығушылығым болғандықтан деп ойлаймын негізі былай қарап тұрсам. Ал содан кейін осы 22 жылдан бастап мен блог жүргізуімді мүлдем тоқтатып қойыппын. Қазір мен қалай бармын, солай шығып тұрмын, бетімдегі жараларыммен, мысалы, без укладки, без ничего. Және қызым бар өзімнің 1,5 жасар, оны ұйықтатып, то есть обедін беріп, шомылдырып, оған қоса қазір дополнительно менде газда ужин пісіп жатыр, ужинді істеп жатып, видео түсіруді жөн көрдім. Енді аз да болса осындай видеолар салып тұрамын деген ниетім бар. Осы күнге дейін менің алдыма қаншама знактар келді. Сен де осы видеоларды жүргіздің ғой, неге қазір сен бір жарты сағат уақытыңды бөліп шаршап тұрсаң да видео түсірмеске деген сияқты ойлар мазалап жүрді. Сол себепті енді ештеңеге қарамастан видео салып тұрамын деген ойдамын. Онымен қоса бізде жоғарыда ремонт болып жатыр, қазір арасында дрелдің дауысы шығып қалуы мүмкін. Оған қарамастан да видео салып отырмын. Осы видеода менің айтқым келгені, егер осындай мен сияқты ситуацияда болып тұрсаңыздар, осындай душевное состояниеда болып тұрсаңыздар, ештеңеге қарамай, мотивация, ол өте жақсы, бірақ дисциплинамен өздеріңіз үшін, алдымен басқалар үшін деп емес, өздеріңіз үшін, өзіңіздің мақсатыңыз, өзіңіздің бір хобби, желанияңыз болады ғой, сол үшін видео салып, өздеріңіздің ойларыңызды жеткізіп отырсаңыздар деген ниеттемін. Видеода не айтамын, не сөйлеймін, мен сияқты менің де өмірім тым қызықсыз, тым скучный деген сияқты ойлар болмайды емес, болады. Бірақ өмірде қаншама миллиондаған миллиард адамдар бар. Әрбір адамның өмірі ол бір бөлек тарих, бөлек дүние, үлкен дүние. Әрбір адамның қолынан
кішкене де болса өзінің қызығатын, қолынан керемет немесе бір жақсы келетін дүние болады. Сол дүниеңізді айтып көрсетіңіз. Немесе өзіңізді көрсетпесеңіз, сол затыңызды көрсетіңіз. Сол туралы просто жай ғана видео қойып, ауызша просто аудиозвукпен видео түсіріп сөйлеп айтыңыз. Осы видеода тағы айтқым келгені, өздеріңіз үшін әрекет етіңіздер. Бір точкада қалып қалдым деген ойларыңыз болса, ештеңеге қарамастан, шаршап тұрсаңыздар да жаңа айтқанымдай, кішкене болса қадамдар басып әрекет жасаңыздар.